Сәлем достар, егерде құмырада тағам жасағыңыз келіп, бірақ сізде құмыра болмаса, онда жеуге жарамды құмыра жасап, адамдарды таңғалдырыңыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға қаймақ, жұмыртқаның ағы, тұз және де суды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Картоп, сәбіз, пияз және етімізді 4 бұрышты етіп, орташа тілімдермен кесеміз. Еттің кез келген түрін пайдалансаңыз болады. Мендегі сиыр еті. Барлық құрамды кесіп дайындап алған соң, үстіне тұз, бұрыш және де басқа дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз.
Қамырымызды 4 бірдей бөліктерге бөлеміз. Енді бір қамырдың кішкене ғана бөлігін кесіп алып қоямыз. Ал қалған қамырды қалыңдығы 2-3 см болатындай етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң кез келген шұңғыл ыдысқа салып, ортасына салмасын саламыз. Салманың бетіне 50 грамм сары май салып, қамырымызды толықтай бекітеміз. Егерде қамырыңыз дұрыс бекітілмесе, онда тағамның барлық шырыны сыртқа шығып, құрғақ болып піседі. Сол себепті қатты бекіткеніңіз дұрыс болады. Қамырдың бекіткен жағын астына қаратып, алып қалған қамырдан үстіне видеодағыдай қақпақша жасаймыз. Нанды құмырамызға қақпақшаны бекіткен соң, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Дәл осы принциппен басқа нанды құмыраларды жасап шығамыз.
Нанды құмыраларымызды жасап болған соң 180 градус қызып тұрған пеште 1 сағатқа дайын болғанша пісіреміз. Осымен біздің нанды құмырадағы тағамымыз дайын. Құмырадағы тағамыз өте жұмсақ әрі толықтай пісіп шығады. Ал бетіндегі қамыры қытырлақ әрі дәмді болады. Міндетті түрде дайындап, комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.